Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен 1 наурыз алғыс айту күніне арналған көрнекіліктерді жасаймыз. Бізге желім, сызғыш, канцеляр пышағы, тоқымаға арналған крючок, таяқшалар, скотч, шаблондар, үстел басын қорғау үшін осындай кілемше және қайшы керек. Шоколадқа арналған обертканы 115 граммдық жылтыр қағазға 5 полей шығарамыз. Ал топпер және осындай ашық хаттарды 210-230 граммдық жылтыр қағазға шығарсаңыз болады. Барлық шаблондарды жиектер бойымен кесіп шығу керек. Бұл ашық хаттарды көрсетілгендей сызғыш және канцеляр пышағымен кесіп шығу керек. Қалған жерлерін қию үшін қайшы қолданамыз. Крючок көмегімен қағаздарды оңай бүгу үшін сызықтарды басып шығамыз. Крючокпен қатты баспаңыздар, себебі қағазды бүккен кезде ол жыртылып кетуі мүмкін. Оқыптап, ақырын ішке қарай бүгеміз. Ақ жерге желім жағамыз. Ашық хаттың екі бетін бір-біріне беттестіріп жабыстырамыз. Шоколадқа арналған обертканың да артық жерлерін кесіп шығамыз. Бұл оберткаға 20 граммдық Қазақстан шоколады дәл келеді. Желім көмегімен жабыстырып шығамыз. Ашық хатқа ішіне салып көрдім. Кішкене ұзындау келді. Оберткасы шоколад дәл келіп тұр. Қаласаңыз, обертканы шоколад бойымен қайтадан дұрыстап кесіп шығуға болады. Міне дәл келді. Келесі ашық хаттарды да жиектер бойымен қиып шығамыз. Қиып болған соң шоколадты үстіне жабыстырамыз. Мына ашық хаттың артық жерін қиып шықтым. Алдыңғы ашық хаттардағыдай шоколадты жабыстырамыз. Топперге таяқшаны жабыстыру үшін ыстық желім қолданса болады, бірақ мен скотчпен жабыстырдым. Бұл таяқшаларды келесі жолы да қолданамын. Осымен барлық көрнекіліктерді жасадық. Видео пайдалы болса, YouTube арнама тіркеліңіздер. Алда әлі көп пайдалы видеолармен бөлісемін.